Ұлытау жобасы. Армысыз құрметті көрермен, бұл Open Ұлытау жобасы Ұлытаудың төрінде, киелі өңірдің дәл ортасында ашық сұхбат құруды мақсат еткен еркін әңгіме алаңы. Бүгінгі қонағымыз әнші, продюсер, мемлекет және қоғам қайраткері, Ұлытаудың ұланы Қыдырәлі Болман. Қыдырәліға қош келдіңіз. Рахмет. Ұлытау енді өзіңіз айтпақшы қазақ хандарының тоғысқан жері, ел мен жер болашағына қатысты тарихи шешімдер қабылданған жер. Бұл жерде өзіңіз де туып өстіңіз. Сіздің ауылыңыз Қарсақбай ауылы. Қаныш Сәтбаев тұрған ауыл екен. Туған жеріңіз... Біздің арамызда үй арасында үй болған жоқ. Әкем Қаныш Сәтбаев екеуі. Көрші ма? Көрші, арасы бір 100 метр ме, 150 метр ме екен. Дос болған және өте жақсы. Туған жеріңіз сіздің мінезіңізге, ойыңызға, өнердегі талғамыңызға, өнер жолындағы ұстанымыңызға қалай әсер етті? Енді біз бала кезімізде біле қоймаймыз, Жошы ханның мазары екенін. Ол ортасында мынандай қабырғаның баспалдақтары бар. Бет-бет көтеріліп нетсең, үстіне шығасың да, үстінде мынандай жер бар. Ойлай, мүмкін азан шақыратын жер болған шығар ол деп. Бала кезімізде бізге қызық ол просто. Жүгіріп ойнаймыз, артынан барып білдік қой, Жошы хан екенін, есейгеннен кейін ғана білдік. Сол сияқты ол жерде жаңағы Садақтың жебелерін тауып алатын Қалмақ қырған ба бірдеңе жерлер толып жатқан жерлер бар. Бұның тарихы үлкен жер ғой, Ұлытау деген. Төрегелді Шарманов туған жер, Баубек Бұлқышев мысалға. Қазір аузымызға түспейтін мысалға. Қаншама азаматтар, Қаныш Сәтбаев ол кісі менің бір кумирім шынымды айтсам. Ол кісі дегенің жасамаған нәрсесі жоқ қой. Қысқа ғұмырында анау Ақтаудағы реакторный су тазалайтын үлкен дүниеден бастап бәр жеріне өзінің қолына келген нәрсенің бәрін орнатып кеткен ғой. Ең бір мен түрткен жері Қаншағаның кітабын оқыдым, мен жақында шыққан ғылым майданын. Сонда Қарсақбайдан дейді, бар жоғы 30-50 километр ғана рельс бар екен да, бәріне салуға жетпейді екен да. Қарап тұрмау үшін сол 30 километр жүріп келеді екен жаңа пойыз. Соны тоқтайды екен. Сөйтіп оның артындағы рельстердің бәрін алып алдына салады екен, тағы да 50-30 қыл ше. Сөйтіп тағы да жүріп отыр, сөйтіп өзіңіз ойлаңызшы, жезінға сөйтіп жетіп отырған. Қаншама қиындық көтерген адамдар. Қаныш Имантаев ол енді, ол Болман ақынның менің әкемнің жақын досы болған, суреттер көп болатын. Құшақтасып тұрған, бүйтіп тұрған. Әкем 97-ге келіп қайтыс болды. Болман ақын сол кезде келген жұрт тәбәрік қылып, дым қалдырмай алып кеткен ғой. Не домбыра қалмаған, не мынандай үлкен кебеже бар еді, бүкіл өлеңдері сақталып тұратын, мен басына жазатын мұрын пысылдап. Дым қалмаған ғой. Музей ашайын бәзесем, қоятын дым жоқ. Ауылға барып тұрасыз ба? Әрине. Қашан болдыңыз соңғы рет? Осы бір ай бұрын ба? Туған мен 2 рет барып тұрамын, бұл жаққа жоқ дегенде жылына. Тамаша. Ұлытау тобының атын қойғанда, топтың атын естігенде шетелдіктер көрермен қазақ халқының мәдениетін, тілін, ділін, ұлттық құндылығын бірден ұғынсын деп қойдық деген едіңіз, дегеніңізге жеттіңіз. Бірақ кейін Ұлытау тобы мына домбыра күнінің аталып өтуіне ықпал етті. Ал кейін Ұлытау облысының құрылуына идеялық серпін берген рухани феномендердің бірі дедіңіз. Тарқатып айтып берсеңіз осы жайлы. Ұлытау тобы негізінде ол айналып келгенде ол технология, тек қана топ емес. Технология дегеніміз, яғни орысшалап қазақша аудару қиындау, сондықтан бұл маған орденді сол үшін берді, Англия королевасының. Вы разработали, мен не үшін алдым деп сұрадым ғой. Сонда вы разработали технологию внедрения этномузыки в мировую технологию шоу-бизнеса. Біздерде эстрада деп былай жай қарайтын мысалы көп нәрселерге. Көп нәрселерге бір как будто бір әншілер бір тек қана бір фонограммен айтып оған ерінетін бірдеңе қылып шығарып тастаған мысалға. Фонограмма деген туралы әңгімені көп айтады адамдар. Фонограмма не деп сұрасаң,
ешкім дәл басып айта алмайды мысалға. Фонограмма деген не мысалға? Музыкалық сүйемелдеу. Жоқ. Енді. Біреу айтады енді, ол бір запись шығар дейді да. Мен айтамын, өздерің білмейсіңдер фонограмма не екенін. Бірақ осы керемет кәдімгідей өзелеуіп сөйлейсіңдер деймін да. Адам предметін біліп алу керек айтып тұрған. Кейбір фонограмманы дауыс қосып, үстіне дауыспен айту дейді, бірақ ол емес. Жалпы фонограмма деген түсінік. Ол былай деп жазылады. Фонограмма, тире. Это продукция. Өнім. Өнім. Мына біреу сиырды сауып, оның сүтін алып өнімімізді жасайды, дұрыс па? Дұрыс. Біздің өніміміз, біздің фабрикамыз, заводымыз, ол әндеріміз. Ол автор оны толғасып туады, ақын оған сөзін жазады. Біз келіп аранжировкада отырамыз. Мысалы, мына әнге мен 4 жарым ай отырдым аранжировкаға. Сүгірге кезінде 1 жыл отырғам. Өйткені анау иек қанбай, мына жеріңе жатпай бір болмайды да, ол шикі күйінде шығуға ондай дүниелер. Сондықтан да менің ойланған дүнием мынау. Мысалға мынау стол деңізші. Бұл шоу-бизнес. Жерде почти 99% целевая аудитория шоу-бизнес. Елестеттіңіз ба? Енді дәстүрлі музыкамызды алайық. Дәстүрлі музыкамыз осының мына шетінде әр кетсе 3-5% алып тұрса, ол 3-2% және өте пассивный тыңдарман. Екінші сізге сұрақ, мен осыны 3-4 жыл болды қойып жүрген адамдар. Соңғы рет қашан дәстүрлі концертке бардыңыз? Шүт артысын тыңдадыңыз? Дәстүрлі концерт. Немесе записін алып бір өзіңіз үйде жаттыңыз. Қашан соңғы рет болды? Дәстүрлі концерт болмайды да ғой қазір. Шыныңыз айтыңызшы. Ол ондайды көрген жоқпыз біз, телевизиялық форматында мүлде жоқ. Я келісемін сізбен. Яғни біз дәстүрлі дүниеге қарамайды екенбіз, әйтеуір ол бар деп ойлаймыз да. Бар, әйтеуір ана жерде ілулі тұр, жұрт ойнап отыр ғой деп ойлаймыз да. Оның состояниесі мына нарыққа салғанда, шоу-бизнес мына қазір бүкіл әлемді жаулап алған ол үлкен машина ғой. Сен оны бүйтіп тоқтата алмайсың. Сондықтан сенде бір-ақ вариант бар. Оның вагонына секіріп міну, өз орныңды алу. Одан қалып кетсең, көштен қалып кетесің. Былайша айтқанда. Қараңыз. Мынау 100% стол, немесе межде оймақтай ғана дәстүрлі ән және оның тыңдармандары 3%, 5%. Қалай ойлайсыз? Мына мұхит, мына құдықты жұта салмай ма? Солай ғой, иә? Оның ең қорқыныштысы біз оны байқамаймыз. Ол біртіндеп, ақырындап, білдіртпей. Мысалға жетеген аспабы жүріп бір ғасыр жоғалып кеткен. Өзіңіз ойлайшы, бір ғасыр 100 жыл. Ол қалай жоғалып кетті? Ол солай бәрі өлі тұрады, бар нормальный деп жүреді, ақырындап көзден кетеді ол. Телеканаларда жоқ, мысалға дәстүрлі әндер, концерттерден олар рейтинг бермейді өйткені ол. Неге өйткені ол дәстүрлі, яғни ол коммерциялық емес. А оны шоу-бизнеске кіргізу үшін талғам қалыптастыру. Менің концепциям былай: коммерциализация национальных идей. Түсіндіңіз ба? Яғни сен дәстүрлі дүниеңді коммерциализация кіргізіп, шоу-бизнес кіргізіп, ортасына қойып, түбірін қазып, қара топырақ отырғызып, тамыр тереңге кететін жағдайын бәрін жасап, суғарып, қасына шыбықтарды еге берсеңіз, көп жағдай өстіп. Мысалға мен шоу-бизнеске алғашқы қадам басқан кезімде, 91 жыл Азияда осы, бірде-бір, мысалға, мен қазір 91 жыл тәуелсіздікке дейінгі Роза Рымбаева, Досым Қасандарды айтып отырған жоқпын әдейілеп. Өйткені ол кісілер дарындар тұлғалар, дегенмен 91-ден бастап уже біз тәуелсіз елміз. Соның сахнасына шықсақ, кілең біздің популярный әншілердің бәрі: Париж Назаров, Дуэт Эль, Кирилл Ли, Арт Клуб, Бублики, Алдабай деген сияқты кілең. Орысша айтатындар да бәрі. Жай-жағын қарым, бір әнші жоқ, субханалла. Бір топ жоқ, осы жалғыз тырмысып атқанша. Бәрі орысша. Эстрададан орысша, қазақ әндерін радио телевидение апарсақ, не формат деп алмайды. Яғни біз түнгі 12-ден таңғы 6-ға дейін қазақ әндерін тыңдаймыз. Өзіңіз елесіз, сіз солай буынып жүресіз да,
анау да әділсіз, мынау да. Мен неге өз елімді түнгі сағат 10-дан күтіп отырмын қазақ әнін тыңдау үшін. Бетіңе түргенмен бірдей ғой, ал айналып келген кезде. Сол намысын шыдама жүрген, сол АБК-ны құруға негізінде айналып келген сол намыс себеп болды. Әйтпесе мен ондай топ жасап бұрын көрген, қолын еткен адам емеспін. Тем более біз ол кезде эстрада, шоу-бизнеске енді ауысып жатқан кез, бүкіл правилалары, бүкіл дүниесінің бәрі. Шоу-бизнес ол бөлек, эстрада деген бөлек нәрсе ол. Кәдімгі бизнес қой. Енді соның арасында сен домбыраны қалай да амалын тауып, сыналап тұрып, бүйтіп кіргізіп, ортасына егіп қоймасаң, бұл жоғалып кететініне көзім жетіп тұр. Оны іздеуші жоғалып бара жатқан. Бәріміз ойлаймыз, домбыра бәрі былай деп. Сол кездегі неге салатын болсаң, қарайтын болсаң, сол кездегі домбыра түгілі қазақ әні жоқ, қазақтың топтары жоқ кез ол домбыра түгілі. Бәріміздің бұл жүдеп жүрген кездеріміз ғой. Әйтеуір көңілге бірмедеу Аллаға санасымадақ тәуелсіздік алдық. Ол деген мына отты жағатта бүйтіп. Тәуелсіздік алған жылы мен Азияда осында Нұрымның термесімен шықтым. Қырылып жүріп бар ғой. Домбыра ешкім шығармайды сахнаға. Сол кезде шығармайды деген сөзіңіз есімде, иә. Қазір егер оның жолымен бүйтіп кіргізіп қоймағанда, қазір қаптаған топтардың домбырашылары болмас еді қазір. Өйткені жолын салып бермесең, дәстүрлі дүниені арқалау ол өте күрделі нәрсе. Мысалға, Жапонияда тағы да басқа елдерде осындай түбірлі жаңағы ұлттық жоғалып кетпейтін заттармен айналып жүрген, немесе өте дарынды термеші, немесе дарынды күйші болатын болса, олар оған жеке стипендия төлеп тұрады екен. Түсінеді ғой екен, коммерциялық емес екен. Менің жағдайымда ол, мен көріп тұрмын, менен басқа ешкім оның мойнына алайын деп тұрған жоқ. Азияда осыны Нұрым термесін айтар кезде түсіндім, мен екен барабан қосып алып бардым ғой. Барабан тұр ғой міне, домбыраның өз ғана емес қой деген сияқты. Әйтеуір өткіздім. Ей, тауға да біткен қайыңның солғылдар басай, жел өтсе, тоғайға біткен жоңышқа солғын тортар күн өтсе, еңке-еңке тартады, ер қолынан мал кетсе, еріні салпы, ер аты оралмас қайта ер өтсе, арбадан үркіп, жаманат ер салдырма, жал бітсе, қасынай қоңсы қондырмас, қаш жаманға мал бітсе, қайсыз туған балаңыз тіл қайтарар ер жетсе, хан бұрылып қараған, би бұрылып сұраған деп Азияда осында қолымда домбыра 91 жылы. Енді өзің ойшы, мен ата-бабам арман тәуелсіздік алып жатырмын. Енді балаларым да тәуелсіз. Бақыт емес пе үлкен? Енді сол кезде мен басқа бір махаббат ән, тағы бір деген жалпы келмеді форматқа бар ғой. Тәуелсіздігінің форматына ше. Содан бастағам, этнопоп деген жанр сол терме. Сол кезде мен соның алғашқы тамырын еккем. Қазір Аллаға шүкір, қазір Құдайға шүкір, Алатау серіліне дейін, оның бәрі этнопоп. Енсептер жаңағы, тағы да көп деген. Бәрі этнопоп деген жанр. Ол жанр бізде жоқ болатын. Мен сол жанрды қалыптастыру үшін соның жолын салып, осы уақытқа дейін соны жұмыс істеп келдім. Домбыра күнінің аталып өтуіне Ұлытау қалай әсер етті? Қалай? Өзіңіздің сөзіңіз еді, домбыра күнінің аталып өтуіне Ұлытау тобы әсер етті. Енді Ұлытау тобының алдыңғы жылы мен 25 жылдығын өткіздім. Оның алдында біз 3,5 жылдай осы форматты отырып жасадық, кәдімгі аранжировкасын қостық, алдық, тыңдадық. Өйткені бұл біріншіден жауапкершілік өте үлкен, бұл ұлттық дүние. Екіншіден оның образец үлгісі жоқ, ешкім жасамаған ондайды. Үшіншіден, оны жасамасаң, онда ол шоу-бизнеске кіре алмайды. Кіре алмай қалса, ол ақырындап жоғалып кетеді. Қауіп төніп тұр да ондай. Бұл тіптен ұлттық қауіпсіздік қой айналып келген кезде. Содан кейін барым салып, соны жасап, сөйтіп, әйтеуір бір Алланың өзі қолдап, Голливудта 86 мемлекет қатысқан конкурсқа алғаш рет шақырылдық біздер. Домбыра ешқашан конкурс қатыспаған ғой. Домбыра ол этнический, ол барып бөлек әңгіме, шоу-бизнеске кірмеген. Соны алып барып, ана «Моя история» деген ютубтан қарасаңыздар, Қыдырәлі Болмановпен. Сонда оның бәрі жегі шетіне дейін айтылған, қалай бардық, бізді күтіп алмады, ақша жоқ, аяқ астынан виза ашылып. Бәрібір Алланың әйтеуір
бұйыртқанмен домалап келіп ақыр аяғында сол жерден бас жүлдені жеңіп алдық қой. 86 мемлекеттің ішінен домбырамен, Құрманғазының күйімен, әнмен не айтуға болады, әннің сөзі бар, әнде эмоция бар, андай бүйтіп айтасың, бүйтіп жүресің, тұрасың деген сияқты. Ал күй, ол хит бола алмайды. Білесің, мен бұл жерде ең нені дәл таптым. Былай қарасаң, рок-музыка деген домбырамен екі бөлек әлем. Еш араласа алмайды, ешқандай жерінен кішкентай бір қыл жоқ ше. Қалай сен оны бір білесің? Рок-музыкада да, Адайдың күйінде де екпін бар, энергия бар да. Сол екі энергияны біріктіру қолымнан келді. Өйткені рок ол домбыраға еш келмейді. Ана жерде энергиясын біріктірсең, екеуі біріккенде кәдімгідей адуын күш пайда болады кәдімгі. 100 киловатт аппаратура қойған біз әлемде аралап концертте қойған кезде стадиондар 120 киловатт. Шапырып жібересің ғой кәдімгі. Ол рок. Рок мир в мире дейді. Әлемнің ішіндегі әлем рок-музыка деген. Сонда сіз қанша нәрсені есептеуіңіз керек ананы шоу-бизнеске кіргізу үшін. Бірақ мен оның жағындай деп аталатынын білген жоқпын да ол кезде. Мен бәрін интуитивно, былай қалай көріп тұрмын. Білем ғой, сен ұлтау жасау үшін әлемдік деңгейге сразу шаман келсе асырып жасамасаң, ол легалмайды ол жерге. Өйткені тағы айта аламын, бұл попса емес. Бұл ешкім әлі тыңдамаған, бір тыңдағанда осы кайф етіп қалатын нәрсе емес бұл. Ол күй. Күйді де классиканда мысалға тыңдаушылар аз ғой қарап отырсаң. Бәрі шоу-бизнесте. АQШ-тың да, жаңағы Ұлыбританияның да талай марапатын алып жаттыңыз, бірақ 2005 жылы Шешенстан мен Ингушетия Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері атағын алған екенсіз. Шешенстан мен Ингушетиямен сізді не байланыстырады? Жалпы ол қызық болды. Біз Ұлытау тобымен Госдумада, Мәскеуде концерт бердік. Сол кезде Жазев деген жаңа президенттері олардың қаны бар ғой жаңа. Ат шығып, ребята, вы народные артисты Ингушетии, вам отправят, молодцы деп жаңа қолымыз қысып кетті. Сөйтіп аяғасынан халық несі болып шыға келдік. Ингушетияның, иә. Жақсы, бүгінгі жас орындаушылар тыңдайсыз ба? Әрине. Ішінде сізге ерекше ұнайтынын атап өтесіз ба? Маған көбі ұнайды, шын айтайын. Тіптен өткенде бір Мирас өзінің концертіне шақырып, мен бардым, қарап отырмыз, тола жастар. Мирас, мен осының бір кездерде армандаған ғой. Менің артымнан ергендері дегенде бауырларым бәрі қазақшаны дүрлеп алып кетсе шіркін дегенше. Кеземін стадион қосылады, шаңғырып, қазақша бәрі ше. Отырып көзіне жас ағып кеткен бүйтіп, қаншама талантты балалар келе жатыр қазір. Райым бар мысалы, тізіп айтсақ бір көш кәдімгідей. Тәкші тізейікші, Мирас, Райым. Мирас, Райым, кім? Әлем. Әлем. Сосын кім еді, анау Садрадин ба? Иә, Садрадин. Қыздардан атап өте аласыз ба? Қыздардан онша тыңдамаппын мен шынымды айтсам. Жақсы, жалпы қазіргі қазақ эстрадасының деңгейіне қандай баға бере аласыз енді? Мен сізден толық сұрай аламын, өйткені сіз продюсерсіз. Продюсерлік деген жұмыс көбісі түсінбейді оны. Мысалы директор болсаң директор деп айтады да. Замдиректор. Продюсер деген ешкім ол жақсы анық түсіне қоймайды. Негізі міндеті көп қой, иә. Өйткені оған өте үлкен жан-жақтылық керек та. Анализ жасай білу, стратегияңды құра білу, оның бәрін есептеп, айналып келгенде бүгінгі таңдағы Ұлытау тобы енді 30 жылға жақындап қалды ғой, бірге келе жатырмыз. Бүгінгі таңда қазақтың шоу-бизнесі қазір 100% қазақшаланды. Соған сай бүкіл бағдарламаларда қазақшанды, ток-шоуларда көбейді, үйтті қазақ әніне сұраныс туды. Менің ең басты қойған мақсатым сол болатын АБК-ны құрғанда. Мен ең бірінші рет ол $7000 тұратын болды клип. Ол кезде клип деген тұңғыш клип түсірейін деп тұрмыз бірінші рет.
ұқпаймыз оның не беріп не қоятынын ше. Әйтеуір санаммен где-то түсінемін қажет екенін қазір ше. Сосын барып Ақан Сатаев мен бірге оқығанмын, бірге ол режиссерда оқыды, бірақ бір жатақханада жаттық біз. Жиі әңгімелесетінбіз екеуміз. Оның талантты екенін сол кезде білетінмін мен. Содан Ақан шақырып песню записали, тамшыларды бітірдік қой. Сонда ух ты деді, осыған клип түсіру керек. Сен бар да білші қандай студия біздерде бар ма түсіретін. Тамшыларды түсірген Ақан Сатаев па? Ақан Сатаев. Онда да осы жердің бәрінде мен бір Алланың қолдауын әрқашан бір сезінемін ше. Мен біреуден әзер деп $7000 сұрап алдым. Сөйтім де $7000 Ақан Сатаевқа бердім жаңағы студия. Келіс бәрін. $7000 деп сұрапты да жаңағы студия, Марк 2 деген есімде Қазақфильмде. Ну, камералар, кино, не деген сияқты кәдімгідей. Жаңағы жасағасын жасау керек қой. Сөйтіп $7000 бердім. Bir күні почему-то есімде Әуезов театрында не болып жатыр екен. Бір байқау өтіп жатыр. Содан Ақан звондады. Клипті келіп контроліне бір қарап жүріп оны алып, соны алып шықтым да жаңағы қаяқтан есіме келген білмеймін, кім айтқан білмеймін. Айдауды сонда барамын ғой жаңағы. Өйткені жюрилар сол кезде отырады екен да. Материал қабылдап. 7-тен 10 кеткен кезде ме кірдім, әлі отыр екен, 7:30-да кетеді екен олар негізі. Мен барып шамалы әңгіме беріп едім, олар киіне бастады ғой әйтеуір. Содан ребята, одна просьба дедім. Просто ничего не надо дедім. Просто оцените и напишите, пожалуйста, мне. Вот клип — это первый клип в истории Казахстана вообще. Первый профессиональный клип. Сонымен барып олар қарап шығайық деді. И бір кезде бір сағаттың шамасында ма пейджер деген болатын еді ғой. Иә. Тың дейді. Бүйтіп қарасам, приходите завтра, пожалуйста, на награждение дейді ғой. Возьмите своих друзей деп. Сол бірінші содан алып, ең оның маған көмектескен жері Алланың орайымен келген бүкіл журналистер сол жерден көшіріп алды өздеріне. Клипше, әндерде радиоларды көшіріп алып. Сонымен раскрутка бірден кетті ше. Тегін. Ал одан кейін ол клип бір 2 жылдай ма түспеді ғой хит-парадтардан, бірінші орыннан ше. Одан көп шығар аға. Жарды ғой енді ол клип, ол жарды, әңгіме жоқ. Қазір кейде ойланам, мен сол кезде тағы да бір адам $7000 біреуден алып клипке бере аладым екен деп ше. Ойлап қарашы өзің. 7000 үлкен ақша ол кезде. 2 бөлмелі пәтер аласың Алматыда мысалы. Одан да мен пәтер алуыма болар еді ғой деген сияқты ғой. Оның не үшін беріп жатқанын да білмейді ғой ол кезде. Интуиция айтып тұр, бер деп ше. Не істейсің басқа, сен оның бәрін басқа амал жоқ, либо ты раскручиваешь конкретно. Сұраныс тудыру ол өте күрделі процесс. Әсіресе түк сұраныста жоқ нәрседе сұраныс тудыру. Кәдімгі маркетинг қой, кәдімгі нарықтағы. Қайтардыңыз ба сосын? Қайтардыңыз ба сосын? Әрине, Аллаға шүкір. Мен оны жасаған себебім қазақ әндеріне сұраныс тудыра отырып, топтар, одан кейін бір әншілер жасап, көрсетіп, жолдар салып тастау болатын ғой, ең әу бастан. Соны АБК-дан кейін ақырында үштіктер түзіле бастады ғой. Бірге 4,5 жылдың шамасында ма Музарт пайда болды. Одан кейін Бәйтерек пайда болды. Сол кезде күштіктер деген қаптады енді аттарды есім жоқ, көп ақ болып. Сол кезде бір нәрсені жақсы сабақ түсіндім сол жерден. Так, егерде мен удачный, успешный, жаңағы өте бір жақсы нәрселер істейтін болсам, жеріне жеткізіп, онда оны қайталайтын, оны тенденция дейміз ғой біздің тілде. Оның да амал, айласы, әрекет, әдісі бар екен да оның да. Салмағы бар, иә. Соның бәрін меңгере отырып, мысалы сол кезде мен сізге келіп айтсам, екеуміз түнгі 12-ден кейін қазақ әнін тыңдап отырмыз, например, ол таңғы 6-да бітіп қалды да ол. Сөйтіп отырмыз лағып ше. Бәрі орысша, әндері орысша, билейтін әндеріміз ол Антоновтың әндері, ол Макаревичтің әндері. Мечта сбывается. Тойларда қазақ әндері орындалмайтын ғой почти. Бір-екі домбырамен бірден орындамаса, қалғандар орысша болды.
біз оны байқамаппыз ғой. Сонда біз біржолата тізгінді беріп қойған екенбіз ғой. Екінші мәселе бар, мынандай мәдени кеңістік деген дүние бар. Көрінбейді ол. Бірақ ол да шекара. Ол да жердей қымбаттығы ше. Бір қарыс жеріңді мысалы ешкімге бастырмайсың ғой, бермейсің мысалға. Ол жерде сен бастырмауың керек. Ол не деген сөз? Мысалға оған дейін бізде жылына Киркоровтар, Дима Биландар, топырлап концерт айналып ұратта жататын еді ғой, есіңізде ме? Иә. Қазақ концерттері болмайтын. Дворец республикада 2 жылда бір қазақ концерт болмайды. Соның бәрі айналдырып келіп, енді күресуге бел байладың, басқа не істейсің енді? Ұлытаудың болашағы үшін қандай өзгеріс немесе бастама қажет? Жалпы Ұлытау бұрын қандай еді, қазір қандай, болашақта қандай болу керек? Ұлытау бұл атына сай мәнді де мағыналы дүниеге айналу керек қой. Жезқазған деген аттың өзі бір маған онша ұнамайтын ат негізі. Жез қазғанда бұл как-то бір түрлі да. Сол аты, оның өзгертетін қатынас жолдар, жалпы адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынасы, ішкі мәдениеттің дүниелерін көбірек өткізу керек Ұлытауда. Бір жылдары маған Қарағанды облысының әкімі Ұлытауда бір фестиваль өткіземіз деп. Сонымен фестиваль болғаннан кейін оған ертең біреу Ақтаудан ерінбей келетін, қызық болу керек те, тартатын. Келеді ғой ұнаса, машинамен, өзінің елі мысалға. Сөйтіп оған тұрап жол салып, нелер келу үшін бәленбай амал айла әдістер жасауымыз керек. Плане маркетингі. Именно шетелдерге шығаратын. Сыртқы істер министрлігі. Солай ғой деймін, иә. Оларда бұған кішкене уже бюджет бар. Президент айтылғаннан кейін жасалған нәрсе ғой Ұлытауда фестиваль өтті. Енді оны қаншама қызықты қылу үшін кәсіби мамандар керек ше. Кәдімгі білетін, бүгін нені салсаң, 5 жылдан кейін ол не нәрсеге айналатынын білетін мамандар керек та. Біз аламызда бұрқылдап бірдеңе салып кетеміз, келесі жолы оны қырып тастап тағы бірдеңе салып жатамыз деген сияқты. Сондықтан да бұлай мәнді нәрселерге өте серьезно қарау керек та. Мен кезінде Ақтоты деген несі болдым, кеңесшісі болдым бір 2-3 ай ма, 3-4 ай ма. Сосын көп нәрсені қамтыдым, әкеліп кіргізем. Оның өзің бір нақты бір не зам министр, не министр болмағаннан кейін ол қаралмайды екен да, өйткені астатөк жұмыс қой, ол тәртем, былай қағаз, қат, бірдеңке толып жатқан нәрселер. Көп нәрсені жүйелеу керегін әлі де түсінем. Сол АБК-дан алған тенденция жасау дүниесін мен ары қарай уже Ұлытауға шебер қолдандым. Ұлытау гран-при алысымен біз Ұлытауда топты жерде клиптармен танымал қыла алмаймыз. Оған жаңағыдай серпмен дүмпу керек та. Бұл Голливудтан, Голливуд деген ол Американың мәдени жүрегі айналып келгенде. Ол мына жақта Витебск тағы бірдеңе конкурстар емес қой. Енді домбыраны көтерген сонда жерге Сесил Мемлекет көтеріп гран-приді бүйтіп алған, оны ешкім жазамаған тарихта ешқашан. Домбыра ешқашан эстрада кірмеген. Ол как-то бізде мен таңғалатын консерватория бір өзімен бөлік дәстүрлер ше. Эстрада бөлек бір-бірімен араласпайды жаңағы. Бір-біріне қабырға салмаған бүйтіп ше. Айналайын бұның арасына алтын мост салмасаң көпір. Ол белгілі ғой кім жеңілетіні. Қыдырәлі аға, Ұлытау қазақтың ұлттық музыкасын әлемге танытқан формат, қарақат бұл қазақ қызының үлгісі, бал-бала келешек ұрпаққа қалатын мол мұра, қазақ халқының төл ойыншықтары. Мен атап өтпеген ойдағы жоба бар ма? Атап өтпегендеріңіз қарақат мектеп студиялар. Франшизасын 4 жыл жазауын упаковать етіп. Өйткені бұның да үлгісі жоқ. Қазақ тарихындағы тұңғыш франшиза ашылған ұлттық мектептер. Ойдағы, жоспардағы жоба бар ма? Жоба көп. Көп па? Әлі талай көреміз ба? Бір кітапты аяқтап, содан кейін бір
соған бір мықты кино түсіргім келіп жүр. Келешек буын сізді қай қырыңыздан есінде сақтап қалғанын қалар едіңіз? Ағадал жасалған еңбектерімді, аппақ ниетімді, ұлтыма деген жүрегімді. Басқа ештеңе керек емес. Рахмет Қырат ағам, студиямызға келіп тұшымды әңгіме құрғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Опын ұлытау жобасының кезекті саны осымен тәмам. Келесі эфирде жүздескенше.